Ашу дұшпан, сабырмен дос болыңыз. Балаңызға ашулансаңыз, мына кеңестерді ұсынамын. Біріншісі, терең тыныс алып, ішіңізден 1-ден 10-ға дейін санаңыз. Екінші кеңесім, басқа бөлмеге кетіп қалыңыз. Немесе назарыңызды басқа нәрсеге аударып, терезеден сыртқа көз тастаңыз. Содан кейін барып қана балаңызбен сабырлы, салмақты түрде сөйлесіңіз. Оның іс-әрекетінің дұрыс еместігін түсіндіруге тырысыңыз. Балалардың өз қателіктерінен сабақ алатынын ұмытпаңыз. Пост пайдалы болса, менің парақшама тіркелуді де ұмытпаңыздар. Рилстарыма, посттарыма лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.